Сәлеметсіздер ме? Өз арнамда сізді көргеніме қуаныштымын. Қазақ тілді каналға қолдау білдіріп, каналыма жазылып, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Құйрық майдың біз білмейтін қандай пайдасы бар? Бүгінгі видеода құйрық майдың біз білмейтін адам ағзасына тигізер пайдасы жайлы толық айтып өтетін боламыз. Қой майының құрамында иммундық жүйеге қолдау көрсететін А, В1 және Е витаминдері бар. Адам ағзасы үшін құнды витаминдермен қатар өнім денені сыртқы факторлардың агрессивті әсерінен қорғайтын бета-каротинге өте бай болып табылады. Майда сондай-ақ метаболикалық процестерді қалыпқа келтіретін және әйелдердегі бедеулікті, ерлерде болатын жыныстық әлсіздікті жеңуге көмектесетін май қышқылының эфирлерінің көп мөлшері бар. Қой майын тұтынудың пайдасы өте зор. Өнім күшті антиоксидант болып табылады және токсиндердің ағзадан тез кетуіне ықпал етеді. Майды үнемі тұтыну қан айналымын қалпына келтіреді. Зақымдалған тіндерді қалпына келтіріп, есте сақтау қабілетін жақсартады және ми қызметін белсендіреді. В1 витаминінің көп мөлшерінің арқасында ми жасушалары тонуста сақталып, өте баяу қартаяды. Күнделікті рационында қой майы бар адамдар қартайған кезде де ақыл-ойдың анықтығы мен ойларының анықтығын сақтайды. Майды суық тиюге, созылмалы бронхитке және тұншықтырғыш жөтелге қолданады. Ол үшін кеуде мен арқаны маймен сылап, үстіне целлофан жауып, көрпемен ораңыз. Науқастың жағдайы жақсару үшін бір түнге бір компресс жеткілікті. Қой майын қолдану балаларды емдеуде де керемет нәтиже береді. Өнім құрамында токсиндер жоқ және толығымен табиғи құрал болып табылады, сондықтан ол аллергия тудырмайды және оны тіпті сәбилерге де қолдануға болады. Май кез келген жөтелмен жақсы күреседі және туберкулезбен ауыратын науқастардың жағдайын едәуір жеңілдетеді. Ол үшін белден мойынға дейін құйрық майдың кесілген бөліктерін жабыстырып, бірнеше сағатқа қалдыру қажет. Созылмалы жөтел кезінде қой майын жан-жақты қолдану ұсынылады. Бір стакан жылы сүтке бір үлкен қасық еріген қойдың майын салып, жатардың алдында ішу қажет. Содан кейін кеудесін ысқылап, жылы оранып, ұйықтау қажет. Буынға суық тиген кезде де алғашқы белгілер біліне бастаған кезден бастап-ақ ауырсынған жерге күнделікті кеміне 1-2 сағатқа қойдың майын жағып, сыртынан жылы матамен орап қою қажет. Тіндерге тез әрі терең еніп, қан ағымын тұрақтандыруға және ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Қойдың майы гормоналды бұзылуларды емдеуде кеңінен қолданылады. Гормоналды фонды қалыпқа келтіруге өзінің үлкен көмегін тигізеді. Климактериялық белгілерді жеңілдетеді және дененің жасқа байланысты өзгерістерін жеңуге көмектеседі. Қартаюдың алдын алады. Сонымен қатар, май айқын қабынуға қарсы әсерге ие. Дененің ішкі күштерін белсендіреді, потенцияны арттырады және орталық жүйке жүйесінің қызметтерін жақсартады. Қойдың құйрық майын таңдағанда бір қатар маңызды белгілерге назар аудару қажет. Ең алдымен өнімнің түсі және сыртқы түріне қарау керек. Майдың консистенциясы серпімді және тым жұмсартылмаған болуы керек. Иісі ерекше спецификалық болу керек, бірақ жағымсыз иіс болмау керек. Әдетте балғын және сапалы құйрық майы ақ түске ие болады және онда қызғылт жолақтар болмауы қажет. Құйрық майды қалай сақтаймыз? Құйрықты тоңазытқышта басқа тағамдардан бөлек сақтау керек. Қой майын сақтау мерзімі 3 ай. Кавказ халықтары өздерінің ұзақ өмір сүруіне қой майына қарыздар деген пікір де негізсіз емес. Сонымен қатар бұл өнімді үнемі қолданатын адамдарда жұмыс істеу қабілеті жоғары, өмірге деген құлшыныстары мықты болады. Қазіргі кезде жастардың 99% құйрық майын тек жағымсыз иісі болғаны үшін пайдаланғылары келмейді. Бірақ
Ата-бабаларымыз кезінде осы құйрық майды мың аурудың бір емі ретінде пайдаланған. Бүгінгі видеом сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Сіздермен болған дәрігер Гүлнұр арнасы. Менімен бірге болыңыздар.